أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракату. Құрметті жамағат, қадірменді бауырлар, бүгін сіздермен сахабалар өміріндегі уақыф жайында сөз қозғамақпыз. Жалпы бұл уақыф деген дүние не мағынаны білдіреді, бұның шариғаттағы үкімі қандай, осыған тоқталсақ, уақыф деген жалпы бір нәрсені тоқтатып қою деген тікелей тілдік мағынасы болар болса, шариғаттағы мағынасы қандай да бір мал мүлікті, қандай да бір өз иелігіндегі нәрсені сол нәрсе қызмет жасап тұрғанға дейінгі аралықта Алла жолында садақа ретінде беру. Шариғаттағы үкімі бұл сүннет болады. Зекет пен садақамен айырмашылығы уақыф сол нәрсенің қызмет жасап тұрған уақытына дейін пайдаланып тұру, бұл уақыф болып аталынады. Яғни зекет парыз болса, садақа сүннет, уақыфта сүннет, бірақ та уақыфтың айырмашылығы садақа бір бердіңіз, ол пайдаланып кетуі мүмкін. Ал уақыф сол қашан қызмет жасап тұр, сол аралықтың барлығында берген адамға пайдасын алып келеді. Құран кәрімде уақыфқа байланысты Алла тағала аяттар келтіреді. Мәселен, Бақара сүресінде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим Я айюхаллазина аману анфиқу мин тойибати ма касабатум ва мимма ахраджна лакум минал ард. Садақаллахул азим. Ва иман келтіргендер, өздерінің таза жолмен тапқан нәрселеріңді біздің жерден шығарып берген нәрселерімізден өздерің садақа ретінде беріңдер, уақыф қылып беріңдер деген мағынадағы аят. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям адамның уақыф қылуына байланысты «Иза матал инсану инқата'a анху амалуху илля мин саласатин, илля мин садақатин жариятин, ау илмин юнтафa'у бихи, ау валадин салихин яд'у лаху». Егер адам баласы өмірден озатын болса, оның барша амалдар тоқтайды, тек қана үшеуінен басқа ол артынан дұға ететін ұрпақ, пайдалы білім, сондай-ақ ағып тұратын, пайдалы болып тұратын садақасы деп айтады екен. Яғни осы жерде жалпы ағып тұратын, жүріп тұратын садақасы бұл уақыф болып есептелінеді, құрметті жамағат. Енді сахабалардың ғұмыр баянына келер болсақ, Хазірет Осман радиаллаху анху Мәдина қаласында Рума деген құдықты алып уақыф жасаған екен. Бұның енді тарихы мұсылмандардың су ішетін құдығы болмайды. Мәдина қаласында бір ғана құдық болып тұрады сол заманда. Сөйтіп, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям әлгі бір яһудидің құдығынан су алып, сатып алып ішіп жатырмыз барлығымыз. Өте қымбат болып жатыр. Осыны кімде-кім Алла жолында сатып алып, уақыф қылатын болса, Алла тағала жәннатта соған сондай бір құдық береді деп айтады. Осман радиаллаху анху дереу асығысып барып, сол яһудимен келіссөздерін жүргізіп, одан кейін сол құдықты толығымен болмаса да бір күні мұсылмандар, бір күні яһудилер пайдаланатын деңгейде келісіп сатып алады. Кейін мұсылмандар тек қана Осман радиаллаху анхудың алатын күндеріне барып суларын алып, тегін алып ішіп жатады. Кейін яһуди шамасы келмейтіндігін білгендіктен қалған жартысын арзан бағаға Осман радиаллаху анхуға сатқан екен. Осыны көріп Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям қатты қуанып, мұсылмандардың жағдайы жақсарғандығын, мұсылмандарға жеңілдік болғандығын айтып, Осман радиаллаху анхуды сүйіншілеген екен. Және бір оқиға, Хайбар шайқасынан кейін мұсылмандарға белгілі бір деңгейде олжалар тиді. Сол кезде Омар радиаллаху анхуға бір үлкен егістік жер тиді. Сөйтіп Омар радиаллаху анху пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям келіп, «Я Алланың елшісі, менде бір бұндай кең жер болмаған, мен мұны не істесем болады?» дейді. Сол кезде Алла елшісі, «Бұны Алла жолында уақыф қылар болсаң, өте көп сауап болады» деп айтқан кезде Омар радиаллаху анху бір сәт кідірместен соны Алла жолында уақыф етіп берген екен. Яғни жыл сайынғы түскен өнімдерді тек қана садақа етіп отырады. Еңбек жасалынады, бау-бақша Омар радиаллаху анхуға қарап тұрады, бірақ та түскен өнімнің барлығы жыл сайын садақаға кетіп отыратын қылып берген екен. Және бір оқиға, Абу Талха радиаллаху анхудың Мәдина қаласында бау-бақшалары өте көп болады. Солардың ішіндегі ең жақсы көретіні осы Мәдина қаласының мешіттің жанындағы орналасқан бір бақшасы болады. Бұл бақшаны басқа бақшаларына қарағанда ерекше баптап жақсы көріп жүреді. Бір күні Алла тағаладан Әл-Имран сүресінің аят түсіреді. Ол аят «Лән таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун». Яғни өздерің жақсы көретін нәрселеріңді Алла жолында жұмсамайынша жақсылыққа жетпейсіңдер деген аят. Бұл аятты ести салысымен Абу Талха, «Я Алланың елшісі,
мен осы бақшамды Алла жолында сарп етемін, осыны мен Алла жолында садақа қыламын дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Бах я Аба Талха, залика малун рабихун, залика малун рабихун." Қандай тамаша Абу Талха, бұл мал мүлік, яғни бұл дүние расында берекелді, бұл мүлік расында берекелді, табысты деген сөзін айтып, егер бұны садақа қылар болсаң, уақыф қылар болсаң, бұны жақын туысқандарыңа бер деп айтқан екен. Яғни ол бақшаны түгелмен беріп жатыр. Шыққан өнімдерін, жемістерін беріп жатқан жоқ. Жемістерін берсе, ол жерде садақа болар еді. Бұл жерде бақшаны беріп жатыр. Ал енді уақыфтың түрлері бар. Ғылым жолына, медицина саласына, міскіндерге, тағысындағы әртүрлі жолдарға уақыф жасауға болады. Жалпы біз уақыф жасар болсақ, иншалла, бұл қашан сол берген дүниеміз қызметін, өз қызмет жасауын тоқтатқанға дейінгі арасында сізбенен бізге сауабын әкеліп тұрады екен, иншалла. Қорыта айтқан кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде: "Хайрун нас анфаухум линнас", адамдардың ішіндегі ең жақсысы көпшілікке, адамдарға пайдалы болғандығы деп айтады. Сондықтан бұл уақыф жасау адамдар үшін өте пайдалы, Алланың алдында сауапты амал болмақ екен. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.